Сәлем достар. Кішкене шағын эксперимент жасайық. Көзіңізді 1-2 секундқа жұмыңыз. Өзіңіздің сүйікті әніңізді, сүйікті суретіңізді еске түсіріңіз. Елестетіп көріңізші. Сіз дәл қазір сол суретке қарап отырсыз. Немесе сол әнді тыңдап отырсыз. Енді көзіңізді ашыңыз. Сіз өзіңізді қалай сезінесіз? Іштей тыныштық орнады ма? Сіз бақыттысыз ба? Бұл өнердің күші. Бұл жаңа әдемілік емес. Бұл өнердің біздің көңіл күйімізге әсер болып табылады. Бүгін мен сіздерге өнердің біздің көңіл күйімізге әсері және де жаңа технологияның оған деген әсері туралы айтамын. Неліктен өнер бізді тыныштандырады? Мысалы, бір маңызды оқиға кезінде сіз басқа айналаңыздағы адамдарға қарадыңыз. Біреу сурет қарайды, ал біреу болса сол суретті өзі салып отырады. Кейбіреу музыка тыңдайды. Бұл кездейсоқтық емес. Тіпті ғалымдардың өзі біз өнермен әрекеттескенде біздің мида серотонин, допамин сияқты маңызды бөлшектер бөлінетінін анықтаған. Бұл біздің миымыздың жұмыс істеуіне көмектеседі. Яғни бұл арқылы біз дами бастаймыз. Ал осындай біз өнер арқылы дамысақ, оған технология одан сайын дамытпай ма? Бұл жерде бірнеше қызықты мысалдар келтіре кетсем. Біріншіден, виртуалды шындық бар. Сіз білесіз бе, біз Ван Гогтың картинасына кіріп, ол жерден демала алатынымызды. Бұл виртуалды шындықтың дамығанына бір мысал болып табылады. Екіншіден, музыкалық алгоритм. Қазіргі таңда өте көп қосымшалар бар. Сондай қосымшалардың бірі біздің көңіл күйімізге сәйкес келетін бір музыканы таңдап береді, немесе өзі сол музыканы шығарады. Үшіншіден келсек, бояусыз сурет салу. Бұл жерде біз білеміз, экранда саусақпен сурет сала алатынымызды. Кейде тіпті дауыспен де сурет сала аламыз. Бұл әсіресе мен сурет сала алмаймын дейтін адамдарға өте пайдалы болып табылады. Бұл жерде бастысы нәтиже емес, бастысы процесс. Енді сізге сұрақ. Осы 3 тәсілдің ішінен сізге ең пайдалысы қайсысы болды? Виртуалды шындық, бояусыз сурет салу, музыкалық алгоритм. Бұл жерде шын жауабы жоқ. Яғни бұл жерде дұрыс жауап жоқ. Сіз бұл жерде өзіңіздің қалауыңыз бойынша, өзіңіз таңдаған тәсілді таңдай аласыз. Енді сіз менің сөздерімді өзіңіз қобалжыған жағдайда, өзіңіз уайымдаған кезде есіңізге түсіріңіз. Елестетіп көріңізші, сіз бір маңызды оқиға алдында тұрсыз. Сіз менің сөздерімді есіңізге түсіріп, сіз дәл сол жерде сурет саласыз, немесе жай болмағанда музыка тыңдайсыз. Сізге өнердің көмектескеніне таң қалатын боласыз.